Баршаңызға сәлем. Бүгін қатпарлы қамырдан жасалатын корица қосылған булочки әзірлейміз. Қамырымызды екі бөлікке бөліп, бірдей ғып видеодағыдай жұқалықта жайып аламыз. Слоеный тестодан және де слоеный дрожжевой тестодан жасасаңыздар да болады. Екі жағын бірдей ғып жайып алғаннан кейін сары майды ерітіп, не болмаса су жақсаңыздар болады. Корица мен қантты араластырып, май жағылған қатпарлы қамырдың үстіне себеміз. Екінші жағын жауып, оқтаумен басып аламыз. Ұзыншалап кесіп, бостау ғып, гүл ғып ораймыз. Жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста қызып тұрған пеште 20 минут пісіріп аламыз. Ыстықтай сахарный сироп жағып аламыз. Қатпарлы қамырдан корица қосылып жасалатын булочкаларымыз дайын. Ас болсын.